Еңбекқор жандардың бастамасын қолдау бүгінгі күннің басты мақсаттарының бірі. 2025 жылдың гранттық бағдарламасының бірінші легінде жеңімпаз атанған Халметов Рахманберді соның жарқын дәлелі. Халметов Рахманберді еңбекқор әрі табанды жан. Ол 2025 жылдың гранттық бағдарламасының бірінші легіне қатысып, өз жобасымен жеңімпаз атанды. Рахманбердінің басты мақсаты туған ауылында кәсіп ашып, өз еңбегімен табыс табу еді. Екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі болса да, ол қиындықтарға мойымай, өз ісін бастауға бел буды. Мемлекеттік қолдау арқылы алған грант қаражатына көкөніс өсіруге арналған жылыжай салып шықты. 18 жылы тромба болып қалдық, сол жүрекке жақын жерде екен, оны ана неме ашамады да, сол жүрек ашылды. Жоқ, қазір Құда қаласа міне қанша жыл болды, жақсымыз. Жақсы топ мүгедек. Енше барып ана неге тексеріліп не қылсам, саған жұмыс істеуге болады деп жаңағыдай не берді, сонымен неге қатыстым. Грантқа қатыстық, әбті грантқа барып осы теплица туралы айттым, осындай маған жабдықтар керек дедім. Сонымен грантқа қатып ұтып алдық. Осы мана теплицамен айналысам өзім, теплицаға сол керек жабдықтарын алдық. Раддон дейді, енді былайша біздің тілімізде. Соған не өткізетігін бір сотық жерге андай не құрып алдым. Көше жеткізетін ханасыны, ыстық хана. Үкіметімізге рахмет. Әлі біздегі мана сол 1,5 миллионны алып, азда болса да көмек болды. Онда теплица, осы теплица арқалы мәне өзіміздің балашаға, семья, осы бәрімізді асырап отырмыз. Теплица арқалы. Теплица 30 сотық. 30 сотық теплица бар. Кеше грант алып, осыған керек жабдықтарын алдық, жертатын соларны алдық. Теплица бұрындан өзіміз кішкентай істеп келгенбіз енді бұрындан. Сол ғана грант алғанымыз себебі осыған көмек болды. Жер жыртатын алдық. Кейін оған тұқымы бар. Тұқымы голландский сорт, ол қымбат болады. Соларын алып, көмегі жақсы тиіп жатыр. Ішінде 2 сезон ектік енді қазір. Бұл 3-ші сезонға кетіп жатыр азыр. 3-ші сезон екеміз, 2 сезон огурцы екіп алдық. Енді мана қазір көшетіміз уже дайын болып қалды. Күтіме енді өзінің тыңайтқыштары бар, соларны береміз. Жас баланы асырағандай асыраймыз бұлында. Нақтырақ айтқанда, 1-2 сезонымыз бітті қазір. Енді 3-ші сезонға дайындалып жатырмыз қазір. Декабрның басында екеміз біз. Мана жерін аз көрсеңдер, жерін жыртып дайындап қойдық. Көшетіміз дайын болады. Декабрдің 1-іне сонда екеміз. Қысқы сезонға екеміз. 3-ші сезонға екеміз да. Жаңа жылыжайда Рахманберді қызанақ, қияр және көкөністің бірнеше түрін өсіріп отыр. Ол өнімдерін жергілікті тұрғындарға ұсына отырып, ауыл шаруашылығын дамытуға өз үлесін қосуда. Бүгінде жылыжайдың жұмысы жүйелі жолға қойылған. Рахманберді алдағы уақытта жылыжай аумағын кеңейтіп, заманауи тамшылатып суару жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Енді бұрыннан өзім сомен айланып кеп жатырмын дейін, үлкетіп жатырмыз теплицаны. Тағын қосымша салсақ дейміз. 5-7 килограмм өнім аламыз. Жақсы болса 7 килограммға дейін береді бір түптен. Табиғи біздің өнім жеткізетініміз, өзіміз қараймыз, өзіміз ана дәрілерін уже біз біліп қалғанымыз, өзіміз дайындаймыз ана нелерге қарсы, құрт құмырсқа қарсы сепеміз. Олардың бәрі табиғи дәрілер, ана нелерін алмаймыз. Жаңа не дейді, басқа дейді, сондайлары бар, соны сәбеміз. 100% табиғи ғой бізде жетілетін. Шығын жоқ, әлі болған жоқ, шығын ондай жоқ. Құда жақсылап қарасаң шығын болмайсың. Шығын болмайсың. Бұны өз уақытында қарап тұру керек. Түркістанға, қалаға, базарға кіргіземіз, опты береміз ғой енді біз сатушыларға. Өзіміздің магазиніміз бар мынарда, Қарашық ауылында. Сол магазинге шығарамыз. Магазинде овощ магазинім бар, сонда сатамыз. Біз семейный айналысамыз. Қазір менде 4 келін бар. Сол 2 келінім үйде, 2 келінім араласады, балалармен. Өзіміз семейный болды. Шеттен жұмысшы алмаймыз. Өзімізге 4 адамға кәсіпкер жұмысымыз айналысамыз. Бұрыннан дехамыз ғой, енді сол Сарағашқа барып, бір күн айланып көріп жүрсек, осы Сарағаштан көрдік қой енді бұны. Басынан кішкенде күлеңкімлен өртеп бастадық. Кейіннен ағаштан істедім. Кейіннен міне темірден істедім. Қазір мына 30 сотық. Менде ауылында 30 сотық сол
істеп жатырмыз дальше енді. Соны Құда қаласа мен тағын далада жер алдым. Шақа кеңейсек дейміз. Жергілікті халық оның еңбегін жоғары бағалайды. Оның айтуынша бұл жетістік мемлекеттің қолдауы мен өз еңбегінің нәтижесі. Еңбекқор азаматтың бұл бастамасы ауыл жастарына үлгі болары сөзсіз. Халметов Рахманберді алдағы уақытта өз ісін кеңейтіп, жаңа жұмыс орындарын ашуды мақсат етеді. Балшырын Мағызу, Өмірхан Исмайыл, 77 News.